Ассалаумағалейкум. Бүгін біз YouTube'да өзіміз көргіміз келмейтін кескіндердің қайта-қайта шығуынан, видеолардың қайта-қайта шығуынан қалай жолын бүгуге болады, соны үйренеміз. Маған мысалға футбол өмір қызық емес. Футбол көрсем жыным келеді. Сондықтан мына футбол жайлы кескі маған ұнаған жоқ. Мұны жоқ қылғым келеді. Сондықтан 3-4 күні басамыз мына жерге. Қызықты емес дегенді басамыз. Осыны ғана басып қойсаңыз, бұл кейін қайта келеді. Сондықтан неге екенін айтыңыз дегенді басасыз да, маған ұнамады дегенді бейне бұрын көргенмін, бейне маған ұнамады, маған бұларына қызықты емес дегенді ғана басамыз. Сонда бұл өмір келмейді. Ол каналдың барлық нелерін ескерпейтін болады. Менде ылғи өзіме ұнайтын кескіндер шығады бұл жерде. Мысалға біреу ойғырша кескіндер шығар екен. Бұл да қызық емес, маған жоқ қылу керек бұны. Қызықты емес дегенді басамыз да, неге екенін айтыңыз дейді. Тағы да сол. Маған бұл арна қызықты емес дегенді басамыз. Екінші қайтып көрсетпейді. Осылай жасауға болады, өте оңай. Сондықтан ютубыңыз былығып кеткен болса, басқалай өзіңіз ұнатпайтын кескіндер шықса, тура осылай жұмыс жасауға болады. Мысалы, мына сияқты да маған қызық емес, қызықты емес. Неге екенін айтыңыз дейді, бұларына қызық емес дегені басыламыз. Менде неге қытайша шығып жатыр деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Мен Қытайдан келген этникалық қазақ. Қытай тілінде де әдемі ақпарлар болады. Тек қана Қытай емес, ол Тайвань, Сингапур, Малайзия, Вьетнам сияқты елдерде Қытай бар. Вьетнамның Қытаймен тілдес екенін біле бермеулеріңіз мүмкін. Вьетнам мен Қытай тілі жақын тілдер тобына жатады. Көптеген жақсы IT саласына қатысты ақпарлар болса, жақсы ақпарлар болса, мен әрине Қытай тілінде іздеймін, Қытай тілінде үйренемін. Керісінше мен ол тілге құл емеспін. Ол тілдегі жақсы нәрселер болса алып, оны өздеріңізбен бөлісемін. Ағылшын тілінен де лайықты хабарымыз бар, үйреніп жатырмын. Мүмкін енді болашақта Қытай тілін тастап ағылшын тіліне көшуім мүмкін. Өйткені ағылшын тілінде білім ғылым өте көп. Қазірше маған ұнамайтын кескіндер жоқтау екен видеолар. Осылай сіздер мүмкін балаларыңыз қуыршақ көретін болса, мына жердің бәрі қуыршаққа айналып кеткен болуы мүмкін. Сондықтан оны да құртуға болады. Мына жерге жазылымдар деген бар. Жазылымдар дегенге кірсеңіз, мына жерде әртүрлі каналдар тұрады, қуыршақ каналдар тұрады. Соларды жоқ қылу керек. Жазылмау деген тетікті басамыз. Бас тарту деген тетікті басамыз. Менде интернет баяу болып тұр. Мына жерде барлығы дегенді басамыз, барлығы дегенді басамыз, бүкіл каналдарды көрсетеді. Мысалға, мынаның ішінде бір каналды алып тастайық. Міне біреу LG Electron Қазақстан деген алып тастайын. Себебі бұлар қазақ тілінде қызмет көрсете бермейді. Маған не керек олар? Қызық емес. Мына жерде жазылды деп сұры шығып тұр. Соны бассақ, біз LG жазылымнан бас тарту дейді. Жарайды дейміз. Содан кейін бұның видеоларын маған қайтып көрсетпейтін болады. Барлығын осылай жасауға болады. Мына жердің барлығы басқаша өзіңіз ұнамайтын каналдар тұрса, жазылымдан бас тартуға болады. Сау болыңыздар, сіздермен болған Талғам Сізде каналы. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, және достарыңызбен бөлісіңіздер, ютубтарын тазартып алсын.